Балалар, бізде қазір қазақ тілі сабағы. Ортақ тақырып атақты тұлғалар. Бөлімше етістік туралы білетінімді есіме түсіремін. Сабақтың мақсаты берілген сөздерден етістікті табады, сөйлемнен сөз таптарын зат есім, сын есім, сан есім, етістік ажыратады. Балалар, біз етістіктің не екенін білеміз, етістік заттың қимылын, іс-әрекетін білдіретін сөздерді етістік дейміз. Етістік сұрақтары етістікті не істеді, қайтты, не қылды деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, отыр, оқыды, тоқыды, балалар. Енді балалар, етістік екіге бөлінеді екен. Дара етістік және күрделі етістік. Сендер оны балалар екінші сыныптан бастап білесіңдер, Мен сендерге естеріне түсіріп қояйын балалар. Дара етістік бір сөзден ғана тұрады. Ал күрделі етістік балалар екі немесе одан да көп сөзден құралады. Мысалы, дара етістіктер: шықылықтайды, кетті, сыпырады. Бір ғана сөзден тұр, Ал күрделі етістікке мынандай мысал: шықылықтап жүр, кетіп бара жатыр, сыпырып жүр. Міне балалар, екі немесе одан да көп сөзден тұр, Естеріңе түсті ме? Тамаша балалар, ендеше оқу тапсырмаларына назар аударайық. Бүгінгі күн атауын жазамыз: 3 ақпан. Каллиграфиялық сәтке Т әріпінің бас әріпін және кіші әріпін барлық талаптарға сай жазып шығамыз. Жазып шықсақ балалар, оқу тапсырмаларына назар аударамыз. 43-ші беттегі 4-ші жаттығу. Яғни балалар, мәтіннен мақалды тауып көшіріп жаз. Осы мәтіннің ішінде мақал бар, соны көшіріп тауып жазасыңдар. Мақалдан етістікті тауып астын сызамыз. Яғни етістіктің өзіне тән қандай сызықпен сызушы едік? Дұрыс айтасыңдар, 2 сызықпен сызатынбыз, Тамаша. Мәтінге сүйеніп, өнер адамы қандай болу керектігі туралы нұсқаулық жаз дейді. Жақсы балалар. Ал мысал ретінде үлгілі оқушыға нұсқаулық жазып көрейікші, айтып көрейікші. Тамаша. Бірінші, қалай ойлайсыңдар? Үлгілі бала қандай болуы керек? Үлгілі бала бірінші тәртіпті болу керек. Тамаша. Екінші, үлгілі баланың сабағы қандай болу керек? Әрине, керемет балалар, дұрыс айтасыңдар. Үлгілі баланың сабағы тек жақсы болу керек, жақсы оқу керек. Үшінші, үлгілі бала не істеу керек, тағы қандай іс-әрекетпен бізге көзге көріну керек? Үлкенге ізет, кішіге құрмет көрсету керек, Міне балалар, біз үлгілі оқушыға нұсқаулық айттық. Енді сендер өнер адамы қандай болу керектігіне нұсқаулықты жазасыңдар, 2 немесе 3 нұсқаулық жазсаңдар жеткілікті. Тамаша балалар, бұл тапсырма түсінікті болса, келесі оқу тапсырмамызға назар аударайық. Бұл шығармашылық тапсырма балалар. Яғни оқулықтарының 44-ші бетіндегі 5-ші жаттығу. Дөңгелектердің ішіндегі әріптерді ретімен оқып, мақалды жаз. Мақалдан етістікті тауып, қай сөзбен байланысып тұрғанын сыз дейді. Яғни балалар, мына жерде геометриялық фигуралар тізбектеліп тұр, Дөңгелек, үшбұрыш, төртбұрыш бар екен. Және трапециялар тұр. Енді сендер балалар, не істейсіңдер? Осы дөңгелектерді рет-ретімен оқып және жазасыңдар, Бұл жерден сендерде мақал мәтел шығу керек. Осы мақал мәтелдің ішінен етістікті тауып, қай сөзбен байланысып тұрғанын не істейсіңдер? Сызасыңдар, Жақсы балалар. Бұл тапсырма сендерге түсінікті деп ойлаймын. Ендеше 3-ші оқу тапсырмамыз. 3-ші оқу тапсырмасы оқулықтың 45-ші бетіндегі 6-ші тапсырма. Бұл тапсырманы істемес бұрын мынандай дескрипторға назар аударайық. Бірінші, күрделі етістіктерді теріп жаз. Әр күрделі етістікке бір сөйлем құрап жазады. 3-ші көркем сауатты жазады. Яғни сендер балалар, бұл жерде сөздер берілген, осы сөздердің ішінен күрделі етістікті
теріп жазасыңдар да, әр күрделі етістікке бір сөйлем құрайсыңдар. Сонда сендерде 4 сөйлем болуы керек. Иә, балалар? Жақсы, балалар. Сабағымыздың соңында сабағымызға кері байланыс беруді ұмытпаймыз. Леп белгісін жазғандарын, бәрі түсінікті дегендерін, сұрақ белгісін жазып жібергендерін, әлде де сұрағым бар дегендерін. Балалар, ендеше келесі сабаққа дайындаламыз.